Жай сандар және құрама сандар деген сандар бар. Жай сандар деген мына жақта жазылып тұрғанындай екі бөлгіші болу керек. Натурал сандар жай сандар деп аталады. Екіден көп бөлгіші бар натурал сандар құрама сандар деп аталады. Мысалға сандар тізбегін жазайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 деп жалғаса берсін. Осы жақтағы 1 деген санның бізде екі бөлгіші жоқ. Сондықтан ол екеуіне де жатпайды. Яғни бізде жай сан және құрама сан болу үшін ережеде екі бөлгіші немесе екіден көп бөлгіші болса ғана жай және құрама деп жатады. Деп саналады. Мысалға 2 деген санның екі бөлгіші бар. 2 және 1 деген сан. Онда ол жай санға жатады. 3 деген санның екі бөлгіші бар. 3 және 1 деген ол да жай санға жатады. 4 деген санның бізде 1, 2, 4 деген 3 бөлгіші бар. Бұл құрама сан. 5 деген санның екі бөлгіші бар. 1 және 5 ол жай сан. 6 деген санның 1, 2, 3 және 6 деген бөлгіштері бар. Құрама сан. Яғни 2-ден көп бөлгіші болса, 3, 4, 5, 6 бөлгіші болса құрама сан. Міндетті түрде 1-ден бастаймыз. Ұмытып кетеді көбісі 1-ді санамайды. Сосын жай санға жатқызып отырады кейбір сандарды. 7 деген сан 1 мен 7 ол жай сан. 8 деген сан 1, 2, 4, 8 деген 2-ден көп бөлгіші бар. 9-дың құрама санға жатады. Себебі 1, 3 деген санды бөле алады уже. 10 деген сан 1, 2, 5, 10 тоже құрама сан. 11 деген жай сан, 12 деген құрама сан, 13 деген жай сан деп кете береді. Яғни бізде қарап отырсаңыздар, жай сандардың ең кішкентайы ол 2 деген сан. Яғни жай сандар қатары десе 2, 3, арғай тақ сандардан іздейсіңдер. 5, 7, 9 жатпайды, себебі 9-дың басқа бөлгіші бар. 11, 13, 15 мысалға 3-ті бөле алады, ол жай сан емес. 5-ті бөле алады деген сияқты. Басқа санды бөле алса, ол жай сан емес болады. Арғарай 17, 19 деген сияқты. 21 деген сан 3-ке 7-ге бөлінеді, жай сан емес. 23 жатады арғарай. 25, 27 деген сияқты сандар жатпайды. 5-ке бөлінеді, 3-ке бөлінеді. Арғарай 29 деген сияқты 31 деп жалғаса береді. 3 саны жай сан дейді. Мысалға неге? Өйткені 1 және 3-ке бөлінеді деген сияқты. Ал жай сандар қатары. Яғни жай сандардың ішінде бір жұп сан ғана бар, қалғанның бәрі тақ сандар. Яғни тақ сандардың ішінде кейбіреулері жатпайды, өйткені эгоист. Жай санды басқаша айтқанда мен эгоист деп атаймын. Эгоист. Эгоист деген бізде нәрсе? Тек қана өзін бөлетін сандар ғой. 1-ді және өзін бөлетін сандар. 1, 2, 1, 3, 1 және 5 деген сияқты. 1, 23, 1, 29, 1, 31 деген сияқты. 1-ді және өзін бөлетін сандардың барлығы жай сан деп аталады. Құрама сан деген 6 сан құрама сан. Мысалға 1, 2, 3, 6. Бұл түсінікті, басқа санды бөле алса, ол құрама сан. Мысалға 9 деген құрама сан, себебі 1-ге, 3-ке, 9-ға бөлінеді. Ол лишний бір сан бар бөлінетін. 8 деген сан құрама сан. 1-ді, 2-ні, 4-ті және 8-ді бөледі. 2 мен 4-ті бөліп отыр құрама сан. 10 деген сан 1, 2, 5, 10 дейді. 2 мен 5-ті бөліп отыр деген сияқты. Басқа санды бөле алса, құрама сан. Ал енді тестте көрейік қалай келетінін. 2, 3, 5 цифрларын пайдаланып, неше 2 таңбалы жай сан құрастыруға болады дейді. Ал көрейік. 23 деген сан, мысалға 23 мысалға жай сан, 25 деген шықпайды мысалға. 25 деп жазуға болады, бірақ ол жай сан емес. Арғарай 32 жай сан емес, 35 ол да жай сан емес. 53 жай санға жатады, 52 жай сан емес. Демек біз неше 2 таңбалы жай сан құрастыруға болады. Яғни мысалға тағы да сандар бар, мысалы 22 деген сан, олардың барлығы 33, 55 деген сандар 11-ді бөлген үшін жай санға жатпайды. Осылай бізде сонда неше жай сан шықты? 2 жай сан құрауға болады екен, тек 23 және 53 деген сияқты сандар. Арғай алғашқы 5 жай санды көрсетіңіз дейді. Яғни 1-ден басталмайды деп айттық. 2-ден басталады, 2, 3, 5, 7, 11. Мынау жатады. Яғни мынау бізде жатпайды, себебі 9 деген сан жүр. Мынау вообще дұрыс емес. Бұл жауап болады. Арғарай 30 бен 50 аралығындағы жай сандар саны қанша дейді. Так, жазып көрейік. Тақ сандардың бәрін жазып шығамын. 31, 33, 35, 37,
39, 41, 43, 45, 47, 49 деп. Осылардың ішінде басқа санды бөле алатындарды мен сызамын. 33-ті, 35-ті, 39-ды, 45-ті. Бұлар бізде басқа санды бөле алады, құрама сандар деген сөз. 31 жай сан демек, 37 жай сан, 41, 43, 47, 49 жай сан. Значит, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтауы бар екен. Жауап Б болады. Келесі. Өзара жай сандар деген бар. Өзара жай сандар деген бізде бір саннан өзге ортақ бөлгіштері болмайтын сандар өзара жай сандар деп аталады. Мысалға 10 мен 33 сандары дейді. Яғни бірден басқа ортақ бөлгіші жоқ. Мысалға 10-ды былай жіктейтін болсам 2, 5, 5, 1 деп жіктеледі. Әрі қарай 1 бөлі 1 дей салайық. 33-ті жіктейтін болсақ, ол 3, 11, 11, 1 деп жіктеледі. Жай сандарға әрі қарай 1 бөлі 1, 1 деп алайық. Сонда тек қана 1 деген ортақ бөлгіші болса, ол өзара жай сан деген сөз. Бір саны жай санда емес, құрама санда болмайды. Ереже жаңа айтылғандай, тура осы нәрсені жаттап алуымыз керек. Енді өзара жай сандарға есептер. Өзара жай сандарды белгілеңіз дейді. Оның ішінде қайсысы өзара жай сан дейді. 8 мен 15 ортақ бөлгіші тек қана 1 болғандықтан бұл өзара жай санға жатады. Немесе былай жіктеп көрсеңіздер болады екеуінде. 2-ке бөлем 4, 2-ке бөлем 2, 2-ке бөлем 1 деген сияқты. 15-ті 3-ке бөлем 5, 5-ке бөлем 1. Яғни ешқандай ортақ бөлгіші жоқ. Яғни 1 бөлі 1 деу арқылы тек 1-ді шығара аламыз. Значит, бұл өзара жай санға жатады. Мынау бізде өзара жай сан емес, өйткені бұлар общий 2-ні бөле алады, 3-ті бөле алады, 6-ны бөле алады деген сияқты. Мына екеуі общий 7-ні бөле алады. Болды, өзара жай сан емес. Мына екеуінде ортақ бөлгіш жоқ, мына өзара жай санға жатады. Мына екеуі 2-ні бөле алады, 4-ті бөле алады. Осы 2 санды бөле алады, сол үшін ол өзара жай сан емес. Демек, жауабы А және Д болады. Осы жердегі 2 сандар бізде өзара жай сандар. 2 сан өзара жай сан болу үшін дейді. Екеуі де жай сан болуы керек. Тексеріп көрейік. Мысалы 13 және 17. Яғни дұрыс екен. Екеуі де жай сан болса, ол өзара жай сан болады. Өйткені общий бөлінетін сан бір ғана. Екеуінің ортақ бөлгіші бір ғана болу керек. Яғни дұрыс. Екеуінің ортақ бөлгіші бір ғана болу керек. Мысалы, мына екеуінде бір ғана деген сияқты. Мынау да дұрыс. Екеуі де жұп болуы керек дейді. Мынау қате. Екеуі де жұп болу керек деген қате. Ортақ бөлгіштері көп болу керек. Бұл да қате. Өйткені жаңағы айтқандай 2-ге де 3-ге де екеуі де бөлінеді деген сияқты нәрселер. Мысалға 10 мен 12 деген сандар. Ортақ бөлгіштері 1, 2 деген сияқты. Екеуі деген көпке жатады. Мысалға 12 мен неше дейік, мысалға 20 дейікші. 1, 2, 4-ке бөлінеді. Ортақ бөлгіші 3 болды, көп болды. Значит, ол өзара жай сан емес. Өзара жай сан болу үшін онда мына ережелер болу керек. Екеуі де жай сан болса, өзара жай сан бола алады. Екеуінің ортақ бөлгіші 1 болса, өзара жай сан бола алады деген сөз. Өзара жай санның қазір айтылуы керек. ЕІОБ-сы өзара жай сандардың ол 1-ге тең. Ал 2 ОЕ-сі сол берілген 2 өзара жай санның көбейтіндісіне тең деген ереже бар. Мысалға 5 пен 7 өзара жай сан ғой бір-біріне. Енді бұны біз бүйтіп жіктейік. 5-ке бөлем 1 шығады, 7-ні 7-ге бөлем 1 шығады. Яғни 1-ге бөлу арқылы бізде ЕОБ-сын таптық. 1-ге тең. Міне. 2 ОЕ-сі деген бізде сол 1-ге қалып қойған сандарды көбейту ғой. Значит, 35-ке тең. Яғни көбейтіндісіне тең. Мына екеуін көрдіңіздер ме? Значит, өзара жай сандардың ЕОБ-сы 1, 2 ОЕ-сі көбейтіндісі болады. Бұл тестте келуі мүмкін. Керек жаттап алыңыздар, түсініп алыңыздар. Енді келесі сандардың түрі қарама-қарсы сандар дейді. Қарама-қарсы сандар деген мына сандар тізбегінде, мысалы 0 тұрса, мына жақта 1, мына жақта -1. Бір-біріне қарама-қарсы орналасқан. Осы сандарды айтады. 2 болса, оған қарама-қарсыдан -2. 3 болса, қарама-қарсыдан -3 деген сияқты. Яғни қосындысы 0-ге тең болатын сандар деп атайды екен. Басқаша бір-бірінен таңбасымен өзгешеленетін сандарды қарама-қарсы сандар деп атаймыз дейді. Таңбасы қарама-қарсы болған кезде ол қарама-қарсы сан. -2 және 2 деген сияқты. 0 деген санға қарама-қарсы сан, ол 0-дің өзі дейді. Ары қарай өзара кері сандар деген бар. Яғни қарама-қарсы сандар және кері сандар. Қарама-қарсы сандар деген осылай бір-біріне қарама-қарсы тұрады. Кері сандар деген ол бізде былай. 4-тен 5 берілсе, оған кері сан 5-тен 4 деген сан.
Мысалға 3 пен 3-тен 1 кері сан екен бір-біріне. Яғни көбейтіндісі 1 болатын сандар ғой. Ана екеуін көбейткен кезде қысқартылады ғой былай. Және 1 болады деген сияқты. Мен айтқанынан да түсінікті. Мысалы 3 пен 3-тен 1 қалай кері сан? 3 бөлі 1 деген сөз, 1 бөлі 3 деген сөз. Бір-біріне кері орналасқан. Сосын аралас сандар берілуі мүмкін. Мысалға 1/2-ден 1 деген санға кері сан қандай сан дейді. Ол үшін біз 1/2-ден 1-ді 2-ден 3 деп ауыстырып аламыз. Сосын барып 3-тен 2 деген сан кері сан деп жазамыз. Ал, есептерін көрейік. Яғни есептері осындай болады да. Қатты мысал берілмеген екен. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Кері сандар керісінше жазады, қарама-қарсы сандар қарама-қарсы тұрған сандар, яғни таңбалар арқылы. Ал келесі мысалдар бүтін сандардан кейін болу керек. Жаңа айтқандай натурал сандар деген сандар бар дедік, я 1, 2, 3, 4 деп жалғаса беретін. Яғни мына сандар тізбегін салсам 0, мына жақта 1, мына жақта 2, мына жақта 3, мына жақта 4, мына жақта 5 деген сияқты. Мына 1-ден бастап былай қарай жүретіндер санау арқылы. Ол бізде натурал сандар деп аталады. Натурал. Енді бүтін сан деген нәрсе бар. Ол мына жақта -1, -2, -3 деп жалғаса береді. Яғни мына жақта көрсетіліп тұрғандай, берілген натурал сандарға қарама-қарсы сандар және 0. Яғни оның міндетті түрде мынаны жақсылап жазып алыңыздар. Натурал сандар, оларға қарама-қарсы сандар және 0 саны бірге барлығы жиналып бүтін сандарны құрайды. Z деген әріппен белгіленеді. Яғни мына натурал сандар болса кішкентай. Мынау бізде бүтін сандар болады. Яғни получается мынау деген үлкен кең деген үлкен пакет қой. Оның ішінде и таки натурал сандар бар, плюс сандар. Мына жақта демек минус сандар мен 0 бар деген сөз ғой. Сыртында. Сонда общий бәрі бірігіп бүтін сандар деген пакетті құрайды, үлкен пакетті құрайды. Енді қараңыздар. Бүтін сандар деген мынаның барлығы, бірақ ішіндегі -1,5, 3,5 деген сияқты сандар кірмейді бүтін санға. Бүтін сандар деген оң сандар, теріс сандар және 0 деген сөз. Теріс сандар мен оң сандар және 0-ден тұратын сандар бүтін сандар болады. Түсінікті шығар, я? Мысалға кез келген бүтін сандарға мысал келтіре беруге болады. Мысалы -7 деген бүтін сан, 2 бүтін санның қосындысы деген сияқты есептер бар. Оны қазір қарастырамыз. Азайтындысы, көбейтіндісі, бөліндісі деген сияқты амалдар қолдану. Так, ары қарай кеттік. -7 деген санға қарама-қарсы сан. Қандай сан дейді? Ол бізде -7-ге қарама-қарсы сан. Ол 7 деген сан, қарама-қарсы орналасқан сан. 0-ді ортаға қойып қойсақ, ол 7 деген сан. Значит, А болады. Қай қатарда тек қана бүтін сандар берілген дейді. Тек қана бүтін сандар. 0,5 деген сан, ол бүтін сан емес деп айттым жаңа, 4, -9, 0. Мынау жатады. 1/2 деген бұл бөлшек болып кетті, бүтін сан емес. Түбір астымен берілген минус тоже бүтін сан емес. Демек жауабы Б. 4 деген оң сан бар. Оң сан бар. -9 деген теріс сан бар. И 0 бар. 0 бар. Так, ары қарай кеттік. Қай теңсіздік дұрыс дейді. Салыстыру керек. Яғни салыстырған кезде біз былай істейміз. 0, мына жақта 1, мына жақта 2, мына жақта 3, мына жақта 4 деп кетеді ғой. Ана қарама-қарсылар тура айнаға қарап тұрған сияқты бет жүріп кетеді. Енді айтамыз, всегда оң жағы үлкен болады. Всегда үлкен болады оң жағы. Мысалға оң сандарды қарайтын болсақ, 2 1-ден үлкен, 3 2-ден үлкен, 4 3-ден үлкен деген сияқты. 1 0-ден үлкен, 0 -1-ден үлкен, -1 -2-ден, -3 -4-ден, -3 -2, -2 -3-ден үлкен, -3 -4-ден үлкен деген сияқты. Яғни 0-ге жақын болған сайын үлкен болады теріс сандар. Теріс сандарда үлкендігі 0-ге жақындығына қарай. 0-ге жақын болған сайын үлкен болады. Енді мынаны қарайтын болсақ, бұл дұрыс емес демек. -7 мен -3, -3 керісінше үлкен болу керек. -10 мен -15 дұрыс емес, бұлай мынау үлкен болу керек. -10 0-ге жақынырақ қой. -2 мен 5 дейді. Мынау дұрыс. Яғни 5 деген сан оң сан, теріс сан. Всегда теріс саннан оң сандар үлкен. Мынау қате. Керісінше болу керек. 2 деген сан үлкен болу керек -5-тен. Демек дұрыс теңсіздік бізде С болады. Келесі. 2 бүтін санның көбейтіндісі
84 дейді. Яғни А көбейту Б деп алсақ, ол 84 дейді. Ал қосындысы теріс сан дейді. А мен Б-ны қосқанда теріс сан шығады екен. Қанша жұп болуы мүмкін дейді. Так, 84-ке жалпы қанша жұп бар? Соны бір тексерейікші. Бүтін сандардың. Так, 1 мен 84 деген бар. 2 мен 42 деген бар. 3 пен неше бар? 3-ке бөлінеді бұл саны. 28 деген бар. 4 пен 21 деген бар. Так, 5-ке бөлінбейді. 6 мен 10. Так, 14 ба? 14-ті көбейтсек шығады. 7-ге бөлсек 12-ні көбейтсек шығады. 8-ге бөліне ма? Жоқ. 9-ға? Жоқ. 10-ға? Жоқ. 11-ге? 12-ге әрі қарай қайталанады екен. 12, 7, 14, 6 деп қайталанады. Енді әрі қарай бізге сұрақ. 2 бүтін санын көбейткенде 84 шығады. Осылар, получается. Қосындысы теріс дейді. Қанша жұп АБ болуы мүмкін? Енді қараңыздар, мынаның барлығын теріс сан ретінде жаза салсақ болады ғой. Мысалға, например, -1 қосылған -84 десек. Сонда бізде жауап неше болады? -85 теріс сан шығады деген сияқты. Тура солай. Мынаны да -2 қосылған -42 деп жазсақ болады. Көбейткенде главный екеуінде минус қып көбейтеміз ғой былай. Минус қып көбейтеміз. Сол кезде плюс шығады бәрібір. Анда екеуін минус қып көбейтеміз, минус қып көбейтеміз, минус қып көбейтеміз барлығын. Сонда бәрібір плюс 84 шыға береді. Қосқан кезде минус 44 болады деген сияқты. Тура осылай 1 жұп, 2 жұп, 3 жұп, 4, 5, 6 жұп құрауға болады. Яғни бұның керісінше жазылуы да, мысалға, -12 мен -7-ні қосу мен -7 мен -12-ні қосу деген бұл бір жұпты білдіреді ғой, екеуі де. А қосу Б мен Б қосу А десе, бұл итаки бір жұп деген сөз ғой. Бірдей жұптарды алып отырық деген сияқты. Сондықтан жауап 6 болады. Так, ары қарай кеттік бізде. Так, осымен бізде тоқтай тұрамыз, яғни келесі сабаққа қалады қалғандары. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып сұрап отыруға болады.